Күйеу бала көзіңе көк шыбын үймелетіп жүрмесін. Сенат депутаты Иран Әміров бүгін шығыстан төнген қатерді ашық айтты. Әңгіме неке туралы заңнан шығып отыр. Қалаулы елімізге келіп, жалған некеге тұру арқылы азаматтық алып жатқан қытайлардың көбейіп кеткеніне күйінеді. Сенатор ақша үшін ұлтын, халқын сатқандарды жауапқа тарта алмайтынымыз сорымыз дейді. Ал егер жеріңді Қытай қаптаса, көзіңнің жасы еш уақытта құрғамайды. Бұл этапты біздің халық басынан өткізген. Сенатор дерегі бойынша еліміздегі қытайлар саны 300 мыңнан асып кеткен. Олардың 99%-ы жоғарғы білімі жоқ, жер жетпегендіктен ауа көшкен жұмысшылар екен. Соңғы 9 айда тек Алматы қаласында Қытайдан 2445 адам келіпті. Бұл тек тіркелгендері ғана. Солардың 495-і Қазақстан азаматтығын алып алыпты. Ал республика көлемі бойынша Қазақстан азаматы атанған қытайлар саны 5000. Мәселен, атақты барахолкада қаптап жүрген Қытай азаматтары қазірде түп мақсаттарын жасырмайтын болған. Қазақ ұл қыздарына қырындау үшін есімдерін де ауыстырып алған. Менің атым Арман, қытайша атым Хысухой. Мен Қытайдан келдім. Мен Қазақстанда 3 жыл болдым. Қазақстан несімен ұнайды? Қазақстан маған ұнайды. Себебі қазақ қонақжай, қазақ жалпы Қазақстанда қалу ойыңда бар ма болашақта? Осында жұмыс істеп, осында тұрып? Болашақта мен Қазақстанда тұрғым келеді. Болашақта мен қазақ қыз үйленгім келеді. Бұның себебі де түсінікті шығар. Өйткені инвестиция деген ұранмен көрші мемлекеттен елімізге мықтап уыс салды. Соңғы 10 жылда қытайлықтардың қазақтың қара алтын өндірудегі үлесі 24%-ға жеткен. Еліміздегі ірілі-ұсақты 11 мұнай компаниясы қытайлықтардың еншісінде. Қытайда қазір Шинжаңның жергілікті тарихы деген оқулықтар оқытылады, жоғарғы және орта бастауыш мектептерде. Сол оқулықтарда Балқашқа дейін, мына жағы Ыстықкөл, ана жағы Зайсан, қазіргі сөзбен айтқанда Шығыс Қазақстанның жарты жері және мынау Алматы облысының жарым жерінен астам жері ежелгі бұл Қытай территориясы. Тек мұны патшалық Ресей тұсында жаңағы теңсіз шарттармен жаулап алған деген сияқты өзінің ұрпақтарының санасына сіңіріп келе жатыр. Тек жыл басынан бері елімізде 144 мың неке құрылса, олардың 8300-і шетелдіктермен шаңырақ көтергендер. Иран Әміров енді заңды қатайтып қарымдылық танытпасақ, жиендеріміз желкеге шығып, елдіктен айырылуымыз мүмкін дейді. Дастан Сейілханұлы, Алматы телеарнасы.